Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын сүт тығыз тортының оригинал рецебімен бөлісемін. Қамырын жасаймыз. Құрғақ әрі таза ыдысымызға жұмсақ сары майымызды салып, оның үстінен қой сгущенный молокомызды салып, міндетті түрде пайызы жоғары болу қажет. Оның үстінен жұмыртқаларымызды салып, жақсылап миксердің көмегімен шайқап аламыз. Бізге керек ингредиенттің барлығы описание бөлімінде жазылып тұр. Міндетті түрде төменге өтіп, оқып, видеоны соңына дейін қараңыз. Бір келге етіп шайқап алған соң, оның үстіне ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды ситадан өткізіп саламыз. Ұнымыз жан-жаққа қатты шашырамау үшін миксерді алдымен өзіміз шайқап, сосын қосып, бір келге етіп сұйықтау масса жасап аламыз. Бізде осылай видеодағыдай масса шығу керек. Корждарымыз пісіріп алу үшін бізге осылай асты алынатын форма және де противный қағаз қажет. Менде баклан. Осылай форманы шығарып аламыз. 24 диаметрлік формамен менде 6 корж шықты. Шамамен 2,5 қасықтан салып, осылай бетін түзулеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Мен корждарды түзу болғанын қалап, осылай кальцияның көмегімен 22 диаметр етіп кесіп шықтым. Сіздер қаласаңыздар, жаңағы бірінші формада қалдыруларыңызға болады. Құрғақ және таза ыдысымызға салқын кілегейімізді құйып, оның үстінен қант ұнтағын міндетті түрде ситадан өткізіп саламыз және де қою болғанша миксермен шайқап аламыз. Бөлек ыдысымызға сүзбелі ірімшікті алдымен осылай видеодағыдай шайқап, сосын жаңағы кілегейдің үстіне қосамыз. Жақсылап бір келге етіп шайқап, өз формасын ұстайтындай крем жасап аламыз. Тортымызды жинауға кірісеміз. Бізге осылай подложка қажет болады. Оның үстіне кішкене крем жағамыз. Ол бізде корждарымыздың жылжып кетпеуіне көмектеседі. Корждарымызды жинаудан алдын ғана противньден босатыңыздар. Сол кезде корждарымыз түп-түзу болып шығады. Және де тортыңыз түзу болып жиналу үшін осылай кольцо пайдалансаңыз болады.
Егер кальций болмаса, қажеті жоқ. Көз шамасымен түзулеп, осылай кожамыздың үстіне кремімізді біркелкі жағып, жинап шығамыз. Соңғы кожамыздың үстіне кремді жағып, түзулеп, тоңазытқышқа 3-4 сағат немесе түні бойына қалдырамыз. Сол кезде бізде кремдеріміз жақсы сіңіп, тортымыз өте дәмді, нәзік болып шығады. Торттың сыртын безендіру үшін үй жағдайында вафли жасайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға сары майымызды және де қант ұнтағын салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Оның үстіне жұмыртқаның ақуызын салып, жақсылап шайқаймыз. Біркелкі етіп шайқап болған соң, үстінен ситадан өткізіп, ұнымызды саламыз және де миксермен сұйық біркелкі масса етіп шайқап аламыз. Дайын болған қамырымызды противньға салып, шпатланың көмегімен жұқалатып жайып, алдын ала қызып тұрған пешімізде 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Менде шамалы қалыңдау жағылып, вафлиларым қалыңдау болып қалыпты. Сіздер одан да жұқалатып жайсаңыздар, нәзік болып шығады. Тоңазытқыштан тортымызды шығарып, кальцийдан босатып, осылай шеттеріне кремдерін жағып, түзулеп шығамыз. Ең соңғы этап және ең қызықты бөлім бұл торттың сыртын безендіру. Мен осылай бюджетный өзіміз жасаған вафли ұнтақтарымен сыртын безендіріп шықтым. Сіздер өз қалаларыңызша өздеріңізге ұнайтындай декор жасап шықсаңыздар болады. Және де үстіне осылай қалған креммен өз фантазиямен декор жасап шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша шоколадный потеки немесе балғын жемістерден декор жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Егер де видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.